Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат, б дыбысы мен әрпі. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын сендерге мынандай өлең жолдарын оқып берейін. Бақа-бақа бақылдадың, суға түсіп қақылдадың, дүрілдейсің, жаурадың ба? Суда нең бар? Ақымағым. Ендеше өлең не туралы айтылған екен балалар? Бақа туралы айтылған екен. Ендеше бүгін б дыбысымен танысамыз. Бақа деген сөз б әрпінен басталады екен. Б дыбысына байланысты балық, балапан, бұғы, бесік, бөпе, балық, бұғы деген, бүркіт деген сөздер жатады екен. Бұлардың барлығы б дыбысынан басталады. Балалар, б дыбысы дауыссыз дыбыс. Енді мына сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Балық. Б дыбысы сөздің басында естіліп тұр. 5 әріп, 5 дыбыс, 2 буын бар. Балық. Қарбыз сөзінде б дыбысы сөздің ортасында естіліп тұр. 6 әріп, 6 дыбыс, 2 буын бар. Қарбыз. Балапан сөзінде б дыбысы сөздің басында естіліп тұр. 7 әріп, 7 дыбыс, 3 буын бар. Балапан. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын бар екенін сендер жақсы білесіңдер. Енді оқулығымызбен жұмыс жасаймыз. Кітабымыздың 95-ші бетіне қараймыз. Б дыбысына байланысты бақ-бақтың суретін салып қойыпты балалар. Бақ-бақ дәрілік өсімдік. Бақ-бақ сөзінде б дыбысы сөздің басында, ортасында кездеседі екен. 6 әріп, 6 дыбыс бар. 2 буын. Бақ-бақ. Бақ-бақтың жанындағы суретке қараймыз. Суретте ненің суретін көріп отырсыңдар? Бота. Ботаның мойнында барабаны бар. Олардың жанында шиқылдап балапан жүр. Бақылдап бақа жүр. Осы суреттегі сөздердің барлығы балалар б дыбысынан басталады екен. Бота, барабан, балапан, бақа. Олардың жанында көбелек ұшып жүр. Көбелек сөзінде де б дыбысы бар. Бірақ ол сөздің ортасында естіліп тұр. Енді бірінші тапсырманы оқимын балалар. Мұқият қараңдар. Бақа, балық, бота, болат, бөрік, көрік, асқабақ, бақша, шабақ, бақ-бақ. Ары қарай енді Жұмабай Қайранбай ағайларының бор неден жасалады деген мәтінмен танысамыз. Кәдімгі мектепте тақтаға жазатын бор туралы мәтін. Тыңдаңдар. Бақыт пен Болат бор неден жасалады дегенге таласып қалды. Бор тастан жасалады, деді Бақыт. Жоқ, бор топырақтан жасалады. Өйткені бор жұмсақ, тас қатты ғой, деді Болат. Балалар, Бақыт пен Болаттың айтқандары дұрыс па? Ал сендер бор неден жасалады деп ойлайсыңдар? Осы сұраққа ойланыңдар. Енді астында екінші тапсырмада былай депті балалар. Берілген сұрақтың жауабын сызбаға қарап болжа. Диалогты сыныптасыңмен рөлге бөліп оқы. Бор неден жасалады? Астында жауап беру керек. Жауап сөз 3 сөзден тұру керек. Келесі мынандай сұрақ. Саған кімнің сөзі ұнады? Неліктен? Ал жауап сөз 4 сөзден тұру керек. Осыны ойланып жауап беріп көр. Жақсы, балалар, сендермен біз бүгін б дыбысын өттік. Б дыбысы дауыссыз дыбыс дедік. Үйден сендер осы 95-ші беттегі бірінші тапсырманы, яғни бор туралы мәтінді жақсылап тұрып оқисыңдар. Жұмыс дәптеріндегі 22-ші бетті мына үлгіге қарап, әдемілеп б дыбысын жазып шығыңдар. Сау болыңдар.